Қадірлі ағайын, дәл қазір біз Будапешт төрінде Наурыз мерекесін тойлауды бастаймыз. Кеш барысында ұлттық құндылықтарымыз бен дәстүрімізді танытатын түрлі шаралар көзделуде. Бізбен бірге болыңыздар. Қазақстан Республикасының Мажарстандағы елшілігі мен Барыс Қазақ-Мажар қорының ұйымдастыруымен Венгрияда Наурыз мерекесі аталып өтілді. Наурызға жете берейік. Наурыз көже, қазық арта мен палау, бауырсақ, дастарханның сәніне айналып, шетелдік қонақтарды тәнті етті. Шара барысында жұртшылыққа қазақтың төл өнері, киіз үйі мен ұлттық асы, салт дәстүрі ұсынылды. Мажарстандағы Қазақстан Республикасының елшісі Нұрбах Рүстемов мырза кішкентай сәбиге батасын беріп, сауын кесті. Жігерлік, біліктік, білімді көрсете білсін. Бақытты бол балам. Мажар қауымдары қазақ еліне ыстық ықыласын жеткізіп, тілек ниеттерін білдіруде, солардың бірі Андреш Биру мен Золтун Бузати. Hürmetli Kazaklar, Majaristan'dan sizge Navruz kutlu olsun, Macar halkının, Kazak halkının Janajı kutlu olsun. This is Zoltan Buzati. I wish you happy spring holidays, which is one of the big events in the Kazakh culture. But it is also very important for us Hungarian. Navruz kutlu olsun. Будапешт төрінде әуелеген әсем әніміз бен күмбірлеген күйіміз осындағы барша қазақтың отанға деген сағынышын жеткізгендей. Жыл басында қазақ еліне бақ береке, ырыс пен бейбітшілік тілейміз. Арнайы елден хабар бағдарламасы үшін Будапешттен Жанар Мақсұтқызы.